Енді қара. Осы жолы Арабтың Салманы келіп 1 триллионды жайдан жай шашып кеткен жоқ. Ол F-35 бар, тағы әуе қорғаныс жүйесі бар. Американың ең озық қаруларын алатын болып қайтты. Арабта не көп? Ақша көп. Ақша көп. Міне. Ол деген сөз не? Сауд Арабия Орта Шығыстағы ең қуатты әскери елге айналады. Енді Израиль қызғанып қалмаса, Сауд Арабия Орта Шығыстағы ең қуатты әскери елге айналады. Ал Сауд Арабия ең қуатты әскери елге айналды деген нені білдіреді? Иранның күні батты деген сөз. Мына Иран, біз айтатын сарттардың, парсылардың күні батты. Неге? F-35-тің қасында Иранның әуе қорғанысы, Ресейдің жаңағы S-300, S-400 бар, S-500 Иранда бар ма жоқ па білмеймін. Жоқ ау. Ол мейлі болды деген күнде де, алдыңғы жолы Трамп анау атом уран байыту орталығын жарғанда Иранның оны тосады алған жоқ. Ал ол деген сөз нені білдіреді? Сауд Арабияда F-35 қарулар және озық Американың әуе қорғаныс кешендері болды деген сөз. Енді олар қалаған уағында Иранның күл-талқанын шығарады. Америка күл-талқанын шығармауы мүмкін Иранның. Саудия күл-талқанын шығарады. Саудия неғып Иранның күл-талқанын шығарады? Кім айтады осы жерде? Көп мына орыстар оны жалаң түсіндіреді. Қытайлар да жалаң түсіндіреді. Ойбай, Саудия деген жаңағы мына мұсылмандардың екі бағыты бар. Сүннит, Иран деген шиға, сүннит пен шиға бір дастарханда отыра алмайды дейді. Осы ма? No, бұл өте жалаң. Өте жалаң. Жоқ, дін емес. Дін емес. Өте жалаң. Кім түсіндіре алады осы жерде? Бұл жерде бір нәрсені айтамын. Сауды Арабияның іргесінде тұрған Йемен деген ел бар. Сол жерде Йемен хуситтері дейтіндер бар. Бұл Йемен хуситтерін Құдай қаңғыртқаны соншалық, іргесінде тұрған өзіменен тілі бір дәстүр, бір тегін қусаң арғы жағы бүкіл диалектіне дейін бір Саудияның дінін қабылдамай, олар тегі басқа, арапта емес, анау айдаладағы Иранның дінін қабылдайды, яғни шиит болады. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Иранның дінін қабылдайды. Иранның шииттік бағытын қабылдаған Йеменнің хусит арабтары арабымен бір тілде, тіпті тегі бір, тілі бір, диалектіне дейін бір, дәстүріне дейін бір. Ана бір жер, бір құмның арғы беті мен бергі бетінде тұрғанмен, ана айдаладағы сарттардың парсылық дінінің ықпалына ұшыраған. Саудының арабтары пайғамбарды Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам десе, Йеменнің хуситтері ирандықтар ұқсап, ана пайғамбарлық бұйрықты алып келе жатқан Жәбірейіл періште жер шарына жақындағанда, галактикада жақындағанда GPS істемей қап, әсілі Әлиге пайғамбарлық келе жатқанда GPS адасып кетіп, Мұхаммед деген кісіге түсіп қапты дегенге нанады. Олар Әлиді пайғамбар деп біледі. Гәп сонда тұр. Ал Йемен хуситтері, жарайды, оның діні солай ақ болсын дейге. Йемен хуситтері неге Саудия олармен ұстасады? Олар ана Қызыл теңізге кіретін ана таптар екі құрлықтың арасындағы титтей жікті, кәдімгі екі саусақтың ортасындағы ашықтай жікті, ана Йемен хуситтері ұстайды. Енді сол Йемен хуситтері сол ана құрлықтың ортасында Қызыл теңізге кіретін ана ауызды ұстап алғандықтан, анау Қызыл теңізге кеме кіре алмайды. Не тауар тасыған кеме, не мұнай тасыған кеме, не әскери кеме. Анау ең маңызды Қызыл теңіздің аузын Иранның иті болған Йеменнің хуситтері ұстап отыр. Ол деген сөз не? Арысы бүкіл Еуропаға, берісі бүкіл Орта Шығысқа энергия, ақша, мұнай, газ, қару, жарақ таситын ең теңізге кіретін ауыз. Картаны қарасаңыздар, картадан анық көрінеді. Картадан анық көрінеді. Мен сіздерге ақыры түсіндірген екенмін, көрсете салайын енді. Ақыры түсіндірдік енді, ей дүние-ай. Галфы Әден дейді. Әден Галфы. Дәл сол жерде Йеменіңіз тұр міне жерде. Міне жерде Кайро дейді. Бұл бізде айтқанда Қахира. Қахирадан ары қарай, міне жерде міне Қызыл теңіз ары қарай, міне Жерорта теңіз, Жерорта теңіздің ары жағы Түркия, Түркияның ары жағы Еуропа. Енді міне жерде мына Йемен хуситтерінің мына тұрған жері, міне қараңыздар міне.
Мына теңіздің жалғасқан жері, мына жерде мына Йеменіңіз тұр ғой, міне, көрдіңіз ба, міне. Міне, Йеменнің ар жағы, Йеменнің солтүстік үсті Саудия болыпты. Мына жерде қылдай жерді мынаны ұстап кеңірдектен қылқындырып тұр ғой. Ал мынауыңыз не? Мынауыңыз міне Red Sea, Қызыл теңізде Египетке оныңыз неге апарады? Суэйш каналына. Ал мына жағы не? Иордания, Израильға. Мына жағыңыз Жерорта теңіздің ар жағы Түркия, Түркияның үстінде Қара теңіз солтүстігінде. Қара теңіздің ар жағында Қырым, Орыс, Украин ары қарай түсінсеңіз болды. Енді сонда бүкіл Суэйш каналына баратын Қызыл теңіздің аузын Йемендер ұстап отыр. Ақшаның көзі, байлықтың көзі, дүниенің, тірліктің көзі, нанның көзі сол жерде тұр. Енді Йеменді Саудия бірнеше мәрте бомбалады, хуситтерді. Йеменде екі өкімет бар. Бірі мемлекеттің өкіметі, екіншісі анау хуситтің өкіметі. Кейде бұл екеуі ымыраға келіп алған сияқты. Мен сені өзім білмеймін деп, бірақ сен ата бер. Бұлар Саудияға үлкен қауіп төндіреді. Идеологиялық қауіп, діни қауіптің сыртында қаржы, ақша, қару, жарақ бәрімен қауіп. Ол әрберден кейін бүкіл Қызыл теңіздің кеңірдегін жалғыз ұстап тұр. Суэйш каналына баратын ұстап. Қызыл теңіздің ар жағы не? Жерорта теңіз. Мына жағы Түркия, Түркиядан бір аттасаң Қара теңіз. Қара теңізінде құрлықтан екі аттасаң біздің Каспий. Яғни бүкіл дүниенің ана бір қылдай қылып, Құдайдың шеберлігі ана теңізді құрлықты бүйтіп қылдай қылып қойып, сол қылдай құрлықты ұстап отырған арапты, Саудиямен бір құрлықта бөліп алып отырған арапты діні жағынан парсы сарт қылып қойып отыр ғой. Ал шеберлікті қара. Шеберлікті қара. Кейде былай қарасаң, компьютердің бір программисті, мына жақта қандай программалар бар ғой, атысатын, шабысатын. Мұнда қалың жаңағы Рим империясының солдаттары мұздай қаруланған. Мұнда жаңағы варварлық дейді, варвар деп біздерді айтады, жаңағы көшпенділер. Соны қырылыстыратын программалар жасап қойды ғой, компьютерлік атыс шабыс ойында. Сол сияқты тура анау Қызыл теңіздің аузын сөйтіп қойған ғой. Әңгіме қайда жатыр? Енді Саудияның күшеюі Йеменнің күл-талқаны шығаруға апару мүмкін. Йеменнің күл-талқаны шықса, Йемен хуситтері жеңілсе, Иранның күл-талқаны шығады. Ал Иранның күл-талқаны шықты деген сөз, Орта Шығыста Орыс, Қытай Иранның қолы арқылы ойран салғаны тоқтайды. Яғни, Америка қазір бүкіл әлемдегі ең мұнайдың ортасы болып отырған Венесуэланы қысып, ертең Венесуэлада өзгеріс жасау мүмкін. Мадуро Трампқа анау әлемдегі ең ірі мұнай кенішінің бәленбай пайызын Америка алсын, берейік деп, пис деп жылап кетті. Анау Imagine деген әнді айтып кетті Мадуро мысалы. Алдыңғы жолы әзіл деп айтты ме? Мадуро деген енді жаны тұмсығының үшіне барып, Трампқа телефон соғады, Ши Цзиньпинге телефон соғады. Кімге анау? Путинге. Жаны тұмсығының үшінде тұр. Оның ана мұнайдың бәлен пайызын сен ал дегенін Трамп қабылдамай тұр. Неге? Мадуроның сырттан көмек ала алмайтынын біліп отыр. Бүкіл теңізден Венесуэланы қоршап отыр. Трамптың тактикасы не? Ең жоғарғы қысымды салып отырып, ең жоғарғы мысал кедендік салық анау мынау деген сияқты. Ең жоғарғы қысымды салып отырып, ең максимал келісім шартқа отырады. Қытайға да сөйтті, Еуропаға да сөйтті, Мексикаға да сөйтті, Канадаға да сөйтті. Бәріне сөйтті. Қытайға бәленбай 100 кедендік салық саламын деп отырып, салып отырып, әкесін көзіне көрсетіп, шырылдатып, тізеге басып, танытып отырып, ең соңында Қытайды өзімен ымыраға келуге көндірді. Еуропа деп еді, НАТОға 5%-ға дейін көтересің, болмаса сені тегін қорғай. Маған менің әскерім әуел тегін пизада алып бермейсіңдер деді. Германияның кеңірдегінен сығып еді, міне ақшасын төлеп жатыр НАТОға. Англияда келісті, Францияда келісті, Испания өткенде ақ болды, көк болды, биыл сиыр қашпай қапты, бұзау ем қойып сүт жоқ деп анау-мынау былжырап еді, Испанияның жеті әкесін танытып еді, оларды төлейміз деп жатыр мысалы. НАТО дегенде ортақ қорғану, кімнен қорғану? Жаудан. Жау кім? Орыс. Міне. Енді Венесуэланы қоршап отыр. Венесуэла Трамппен келісу мүмкін, не саяси өзгеріс болып. Ал Трамппен келсе, онда Америка Венесуэланың мұнайын ие болады. Венесуэланың мұнайын ие болса, онда Ресей мен Иран мұнайының нарықты жаулауына тоқтау. Бітті. Венесуэланың мұнайы Иран мен Орыстың мұнайының орнын басады. Міне әңгіме қайда жатыр.